Сәлем достар, баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге дастарханның сәнін келтіретін, өте дәмді, кез келген қонақты таңғалдыратын оңай салаттың рецептісімен бөлісемін. Ендеше менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаймыз. Бізге осындай жуылған көкөністер қажет болады. Қияр, қызанақ, болгар бұрышы және сарымсақ. Қиярды осылай екі шетін алып тастаймыз. Үшбұрышты етіп, дәл меніңкіндей етіп турап шығасыздар. Сол кезде сіздердің салаттарыңыз әдемі көрінетін болады. Осындай үлкенде ыдысты аласыздар, араластырғанға ыңғайлы болу үшін. Достар, мен бұл салатты бірнеше рет ресторанда жеп көрген болатынмын. Өздеріңіз білесіздер, ресторанда етпен жасалатын тағам болсын, салат болсын, бағасы қымбат болады, екіншіден порциясы аз болады. Сондықтан сіздер дәл сондай ақшаға үйде өздеріңіз үй жағдайында осындай порциясы үлкен, қалағаныңызша жейтін салат жасап көрсеңіздер, әлде қандай тиімді болады және өте дәмді болып шығады. Сіздерге мен кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді болгар бұрышын мен осындай сары түстісін таңдадым. Негізінде кез келген болгар бұрышы бола береді, ол маңызды емес. Яғни болгар бұрышының екі түрі болады ғой, жаңағыдай бағдаршам деген болады, орысша айтқан кезде светофор болгарский. Екіншісі жаңағы көктемде, жазда шығатын болгар бұрыштары болады. Жасыл, қызыл түсі. Кез келгенін қоса беріңіздер, ол маңызды емес. Енді қызанағымызды турадық. Мен екі түрлі қызанақ алдым. Розовый қызанақ және қызыл. Себебі розовый қызанақтың дәмі кішкене басқаша болады. Кішкене тәттірек болады. Сол себептен мен әр түрлі дәм болсын деп екі түрлісін алдым. Енді алдын ала піскен сиырдың етін осылай жұқалау етіп тураймыз. Достар, ет пісіп болғаннан кейін суытып, кішкене тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар, оңай туралатын болады. Мен кішкене ыстықтай кезінде турадым. Енді бізге осындай көк пияз және салат жапырағы қажет болады. Осыларды майда етіп турап шығамыз. Және сарымсақты да майдалап пышақпен тураймыз. Егер пышақпен болмаса, үккіштен өткізсеңіздер болады, өте майда етіп. Енді осылардың барлығын салаттың бетіне салып, дәмдеуіштерімізді қосамыз. Тұзды міндетті түрде қосуды ұмытпаңыздар. Дәмдеуіштерден мен паприка, кориандр, қызыл бұрыш, қара бұрыш септім. Осылардың барлығын қосып, енді осы салатымыздың үстіне қызып тұрған күнбағыс майын құямыз. Қатты қыздырасыздар. Енді бір ас қасық соя соусын қосамыз салатымыздың үстіне. Видеода мен екі ас қасық емес, бір ас қасық қостым, яғни жарты ас қасықтан. Мен жарты ас қасықтан қостым. Екі рет. Енді салатымызды жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын болды. Енді осы дайын болған салатты бөлек тарелкеге салат жапырағын салып шетіне. Дайын болған салатымызды тарелкемізге салып әсемдейміз. Иісі өте керемет, өте дәмді. Достар, мен сіздерге ең жақсы рецепттерді ұсынамын, өздеріңіз байқаған болсаңыздар. Өзіме осы салат қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Содан соң комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаймыз. Достар, мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеомда сіздер үй жағдайында донер жасап көресіздер.
сондай өзімнің рецептімді ұсынамын. Міндетті түрде күтіңіздер. Сіздермен болған Ақбота Садыкова. Келесі видеода кездескенше.